Аққулар құс тұмауына шалдықты дегенді бұрын соңды естіген бе едіңіз? Қаракөлде қырылып жатқан аққуларға жасалған сынама жұмыстарының нәтижесі осындай. Ветеринариялық комитетінің мамандары тағы да сынамалар алып жақсы нәтиже күтуде. Білікті мамандардың мұндай індетті қанаттылар өзге мемлекеттерден жұқтырып алып келуі әсте мүмкін дейді. Маңғыстауда орналасқан Қаракөлдің аққуларының неден бұндай жағдайға түскенін анықтау жұмысына білікті экологтар мен орнитологтар да қатысты. Шынында бұл көлге зәулім қонақ үйлердің қалдық сулары келіп құйылады екен. Жасалған зерттеу нәтижесінде құйылған судың құрамында ластаушы заттардың көп екені анықталған. Қазіргі уақытта қырылған аққу саны 900-ге жуықтады. Оның 90% балапан аққулар. Орнитологтың пікірінше, Қаракөл көлінде қоректік зат жеткілікті. Біз сұрақ қойғанбыз, біз неге бұл жерде бұндай биыл өте көп құс өзіне қай жерде ыңғайлы, сол жерде қыстайды. Қай жерде қоректік зат бар, сол жерде қыстайды. Оны сырттан келіп, бір сыртқы жем беру, бидай бола ма, арпа бола ма, әлде көкөніс, әртүрлі мына жеміс-жидек бола ма, ондайға вообще болмайтындығын айтты. Ол керісінше ол құстарға әсер етуі мүмкін. Әзірге орнитологтар зерттеу нәтижесінсіз ештеңе айтпай отыр. Ал жоғарыда айтқан қонақ үйдің қалдық суына қатысты түсірілген видео халықты дүр сілкіндірді. Көпшілік қанаттылардың өліміне себепкер осы қалдық су дейді. 7 қаңтар күні құбырдан су аққан кезде сынамалар алынды. Соның зерттеу нәтижесі бойынша бірнеше ластаушы заттардың нормадан тыс артуы анықталды. Нормадан тыс дегенде, бірақ олар өзен жағы рұқсатқа алған кезде жобалық шешімдермен қарастырылған нормативтері содан асу фактісі анықталды. Ол бойынша тексеріс тағайындалды, тексеріс жұмыстары басталды, қазір жүргізіліп жатыр. Тексеріс барысында енді ол су қайдан алынған, солар тиісті деңгейде тазарту қондырғылары, қорсыздандыру қондырғылары жұмыс жасады ма, неліктен ол себеп шықты, неліктен нормадан асты, барлық жағы толықтай анықталып, тиісті қорытынды шығарылып, егер анықталған жағдайда тиісті шара қабылданатын болады. Қазір жағдайға қатысты жұмыстар әлі де жүргізілуде. Мамандар таза ауада табиғатқа шығып, аңшылықпен айналысатын жандарға әзірге құс етін қорек қылмауға үндеу жасады. Шолпан Маратқызы, Нұржан Омар, Алатау ақпараты.